Улустың ұлы күні Мағжан Жұмабаев ауданы Булаев қаласында да кең ауқымда тойланды. Мерекеге жиылған тұрғындар наурыз көже, құрт, бауырсақ сынды ұлттық тағамдардан дәм татып, түрлі төл ойындарды ойнауға мүмкіндік алды. Әз наурыз мерекесі құтты болсын. Улустың ұлы күні Мағжан Жұмабаев ауданы Булаев қаласында да кең ауқымда тойланып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, артымызда келген халықтың қарасы қалың, олардың барлығы мәре-сәре, сонымен қатар артымызда кигіз үйлер тігілген. Ол жерге келген тұрғындар наурыз көже, құрт, бауырсақ сынды тағамдардан дәм таталады. Сонымен қатар қазір ұлттық ойындар ұйымдастырылып жатыр және дәл осындай міне алты бақандар орналастырылған. Ырыс пен ынтымақтың, береке мен бірліктің жаршысына айналған улустың ұлы күні наурыз мейрамын Мағжан Жұмабаев ауданы Булаев қаласының тұрғындары жыл сайын дүркіретіп атап өтеді. Бұл игі дәстүр осы жылда қайталанып отыр. Мерекенің ашылу салтанатына аудан әкімі Қайрат Умаров қатысып, барлық аудан тұрғындарын мейраммен құттықтады. Баршаңызды улустың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз Қазақстанның да, Азияның көптеген халықтарының да атап өтілетін жылдың басы мерекесі. Бұл көктем мерекесі табиғаттың жаңаруы, жаңа жылдың басталуы, жаңа өмір. 13 күнде ішінде біз наурыз мейрамын тойлаймыз және әр күннің өз атауы, анықтамасы және тарихы бар. Орталық алаңға жиналған тұрғындардың бірі мерекелік дастарханнан дәм татса, енді бірі қазақ күресі, қол күрес, гір көтеру сынды спорт түрлерінен сайысқа қатысып өз күштерін сынап көрді. Солардың қатарында Мерген Нұрмаш бар. Ол қазақ күресінен екі белдесу өткізіп, екеуінде де жеңіске жетті. Қаласы маған өте ұнайды. Бүкіл солтүстік Қазақстанға наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ал мына бір алаңда қолөнер шеберлері өздерінің туындыларын халыққа көрсетуде. Солардың бірі Валерий Форш. Ол металл, ағаш, қағаз сынды материалдардан түрлі бұйымдар жасайды. Жақында халықаралық сайыста оның Абай Құнанбаевқа арнаған суреті бірінші орын алды. Мен әртүрлі стильде жұмыс істеймін. Мысалға, мынау орта ғасырлық жауынгердің сауыты. Оны жасап шығаруға менің жарты жыл уақытым кетті. Ал бұл халықаралық сайыста бірінші орын алған Абай Құнанбаевтың суреті. Мен оны мозаика техникасы арқылы бисермен жасадым. Булаев қаласының орталық алаңда мерекелік атмосфера. Тұрғындар бір-бірін берекелі наурыз мейрамымен құттықтауда. Улустың ұлы наурыз күні биыл 10 күн тойланып жатыр. Мен оған өте қуаныштымын. Себебі біздің жастарға ата-бабамыздан қалып келе жатқан салт дәстүрді ерекше дәріптеуге, әрі қарай жалғастыруға шақырамын. Құрметті аудан тұрғындары және барша қазақстандықтар, бүгінгі міне жаңадай өтіп атқан біздің наурыз мерекесі құтты болсын. Біздің қазағымыздың мерекесі 22 наурыз құт береке алып келсін, бүкіл халқымызға дами берейік, өркендей берейік, өне берейік, өсе берейік. Мен Көкшетау қаласынан келдім қонаққа. Осы Булаев қаласында наурыз мерекесі осындай деңгейде өтетінін мен ойламаппын. Өте жақсы бәрі. Осылайша Булаев тұрғындары наурыз мейрамын бар сән салтанатымен қарсы алып, ән тыңдап би билеп қайтты. Ұлан Ыдырыс, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.